Ал барлықтарыңа сәлем, сіздерге мен Даншо, қалайсыңдар? Менің арнама қош келіңдер. Короче, мен достар, менің осы екінші арнам, және достар, мен екінші арнада мен выживание түсірейін деп шештім достар. Короче, мен қазір осы әлемде достар выживать ететін боламын. Енді достар, мен выживание қатты жақсы көремін. Менің бұрынғы көрермендерім болса, олар біледі, мен бұрында выживать еттім. Көптеген сериалдар, шамалы көптеген андай бөлімдерін түсірдім достар. Үй салдым, мұнара салдым, бассейн, тағы не сондай көптеген заттар салдым. Енді достар, енді мен жаңадан бастап жаңа өмірімді бастайтын боламын. Сондықтан міндетті түрде достар лайктарды басып, және де осы арнаның қолдап кетіңіздер. Қазір мен достар мистерге көрсетіп кетейін. Қазір енді мен выживаниямды достар тезірек бастап кете берейін. Енді достар, біз бірінші выживанияны ағаштан бастаймыз ғой, иә? Ағаштан бастап, қазір енді осы бірінші бөлімде үй салуға тырысатын боламыз. Қазір мен үй салмай тұрып, мен сізге бірдеңе көрсетіп кетейін достар. Яғни достар, мен осы арнада көптеген бөлімдер шығаратын боламын выживаниядан. Сондықтан міндетті түрде достар өтініш қолдаңыздар достар. Енді қазір мен ағаш жинадым. Мынау енді біз қазір верстак шығаратын боламыз. Верстакты біз қазір осы істемеймін ме достар? Достар, мен біледі екен достар. Есімде қалғанын бәрін істеп көремін. Ал есімде жоқ нәрсені достар, мен қазір мына кітаптан жөнетін боламын. Мына кітаптан білмейтін нәрселерім бар. Енді сондықтан мына версияның атауы 1.18.2. Если мен достар ойнағылар келсе, онда осы описанияда ВК бар, сондықтан соған жазып кетсеңдер, ВК-ға кіріп, маған сообщение жазсаңдар болады, бірге выживать етейік, мынау десеңіздер, мен міндетті түрде сіздермен бірге түсіретін боламын. Мен қарсы емеспін достар, мен көрермендермен түсірсем, выживать етсем, өте шамалы маған да ыңғайлы, сіздерге де ыңғайлы болады. Ал енді қазір мен сізге бірден көрсетіп кетейін. Мен қазір мына ағаштың бәрін жасап шығамын, және одан кейін мынандай табличка бар достар. Сол табличкеге мен қазір достар, үйді қайыққа салсам болады. Үйді примерно мына жерге салайын достар. Осы жерге салайын, шамалы таулы жерге. Ал мен қазір достар мына верстактың қасына менің өз атымды жазып кетемін. Қазір не үшін жазып кететінімді айтып кетейін сіздерге. деп жазам да, болды достар. Осы видеоның ең үздік комментариясы ол мен боламын. Өткен достар бірінші сериясында өткен менмін. Міне достар, осы видеоға Данчо деген есім түсті. Сіздерді достар комментария жазып қолдап кетсеңіздер, комментария жазсаңыздар, сіздер келесі видеоға шығатын боласыздар. Осылай табличка достар, табличка бар осындай. Осы табличка жазып кетемін. Ең үздік комментария жазған баланың есімін жазып кетемін осы табличкаге. Екінші сериясында, екінші бөлімде достар. Екінші бөлім ертең шығатын болады. Сондықтан міндетті түрде осы видеоны лайктарыңызды басып, және комментария жазып отырыңыздар. Үздік комментария жазғандарды мен келесі видео шығаратын боламын. Біз енді мына жерде ағаш жинадық. Бізде қазір алма мына жерде екі ағаш. Екі ағаш шамалы енді түскен несін, егінін мына жерге егіп тастай саламыз. Қазір мен достар верстакқа барып қайтайын. Уже бізді қарын ашып жатыр. Алманы ес саламыз. Бізді қазір енді палка жасаймыз. Палкадан кейін әрине бізге жоқ достар, кирка жасаймыз. Уже шатасы бат достар. Кирка жасаймыз. Себебі достар, мен қазір бірден балтаны алмай, достар, мен қазір ойбай не өп кеттім. Тас қақты. Кәдімгі тас керек маған. Тас. Йомай достар, тоқта достар, мен мына жерде тас жоқ екен достар, тас көрмей тұрмын. Кәдімгі булыжник достар. Қазір маған булыжник керек. Қазір мына жерде қыс бар екен достар. Арғы жерде қыс бар екен. Ема достар, өте қазір келесі бөлімдер не болатынын білмей тұрмын достар. Өте қызық болайын деп отыр достар. Мен қазір бірден мен тасты таппай тұрмын. Мақыл жасай салайыншы, мына жерде мен қазір топор. Бірінші мен тезірек андай каменный топор жасағым келген болатын. Мен қазір ағаштың теремін. Ағаш теріп достар, осы серияда достар, мен қазір осы серияда дегенде жалпы бөлімде мен қазір үй салуға тырысамын. Осы 15-ші бөлімге дейін қазір енді үй салып, әдемі қылып, достар, керемет қылып салып, енді выживанияны сіздерге қызықты қылуға тырысамын. Сондықтан достар, қолдаңыздар. Вообще-то достар, маған да удобно болады. Жалпы сіздер көрсеңіздер, маған да бір мотивация болады. Бізде енді
Так, енді ағаштар аз екен достар, ағаштар аз. Қазір біз басқа да жерлерге барып ағашта теріп қайтамыз. Так, бізді енді мына жерде 15-те ағаш жинадық, иә? Так, 17 ағаш бар екен. Мына жерде шошқа бар екен, сиыр бар екен. Так, біз оларды өлтіреміз. Мына шошқа достар харам болса да, өлтіреміз. Бұл достар ойын болғандықтан бұл жерде бәрі болады достар. Харам, мен оны өлтірмеймін, керек емес деген. Достар, мына жерде енді сиырлар көп екен осы 4 шақтар сиыр бар. Қазір оларды өлтіріп шығайық достар. Хоп. Міне екеуін өлтірдік. Так, хоп. Ойбай, қашмаңдар. Қашып қойды өздері. О, достар, міне төртеуін өлтірдік. Бізде осында еттер шықты. Және мына жерде шошқаны өлтіріп тастаймыз. Бол достар, шошқаның бәрін өлтірдік, сиыр екеуін. Енді бізді қазір үй салуға тырысамыз. Так, үй саламыз. Достар, қазір үй енді білмеймін достар. Так, үй салуға бола ма екен достар? Так, үйді саламыз. Мына жерде бізде ағаш аз, сондықтан енді мен қазір басқа жерден ағаш іздеп көремін. Әйтпесе болмайды мына жерде. Достар, неяқта ағаш жоқ, бірақ мына жерде қысы жерлерде ағаш бар екен. Так, достар, мен қазір бұл выживание болғандықтан, достар, бір ағаш өсіпті, соған барып қайтайын мен. Мына енді бұл енді выживание болғандықтан мен творческий қоса алмаймын, сондықтан өте өкінішті. Енді мен түсінбеймін, енді көремін, енді амал жоқ, енді түн батқанын күтемін. Вообще достар, мен сөз берем, міндетті түрде мен ешқашан творческий қоспай осы выживание до конца жеткізетін боламын, тек қана выживание мен достар. Сондықтан еш алдамаймын. Так, енді мен қазір мына жерде тасты таптым. Мына жерде лава бар екен достар. Прикиньте, на лава кейін достар обсидиан жасауға керек болады. Или так, обсидиан жасауға керек болады. И тағы да бір затқа керек болады. Так, әзірге енді так, таста жинаймыз. Таста жинап, бізге қазір бірдеңе жасауға керек болады. Каменный бірдеңе жасау керек бізге. Так, мына жерден алдық. Так, мына жерде тастарды жаймен деп лаваға тиіп кетпей, аккуратно аламыз тастарды. Так, аккуратно аламыз. Так, бізде 16 штук бізде блужник бар. Және де 25 ағаш бар. Так, достар, мен қазір достар, прикиньте, мен қазір мына ағаштан үй салмаймын, мына блужниктен осылай. Так, мен қазір үйді обычный қылып сала саламын. Келесі бөлімде сіздерге дайындап қоям. Әзірге енді түн батып жатыр, көрдіңіздер ма? Түн батып жатыр. Достар, түн тез батады, сондықтан қазір так, достар, мына жерде так, біреу, так, мына жерде біреу, екеу, үшеу, төртеу, иә. Так, төртеу болсын. Мына жерде біреу, екеу, үшеу, төртеу. Так, төртеу болды. Так, бізге қазір тағы да ағаштан дуб жасау керек. Дуб жасаймыз. Так, бізге мына шақты так өте көп деген, так, осында 42 блужник керек. Уже достар түн батып жатыр. Достар, тезірек салу керек. Қазір бізде зомбилер шықса, крипер сондайлар шықса, бізге хана достар өте қиын болады бізге. Так, опана. Так, оп деп осылай тасымен сала саламыз. Өйткені ағаш жетпейтін болғандықтан достар, ағаш жетпейді бізге. Сондықтан біз мына тастан қоршай саламыз мына шетін. Так, достар, бізде қазір терезе жоқ, сондықтан плотно осылай жаба салайық. Так, шеттерін осылай қоршай саламыз. Достар, уже тосып қалды ма не? Так, бәр ағашқа жасай салайын достар, бәр ағашқа жасай салайын. Так, 60 блоктар шықты мына жерден. Достар, уже қазір так, зомбилер шықты ма екен? Зомби, крипер, скелет шықпады, иә? Мен көрмей тұрмын. Және достар, айды көрдіңіздер ма? Ай емес екен, ойбай, кешіңіздер. Жұлдыздар өте көп. Мәссаған жұлдыздар әдемі көрінеді екен жерде ше, қараңғыда. Так, енді көп сөйлемей, қазір мына үйді бітіріп тастайықшы достар. Тезірек бітіріп тастайық. Тезірек бітіріп, осы видеоны аяқтауымыз керек. Өткен келесі бөлімге сіздерге қызықты қылып дайындауға тырысатын боламын. Так, осылай салдық. Так, осылай салып, мына жерге шетін. Так, мына жерге терезе жоқ болса да, мына жерін аша салайық достар, иә? Осы аша салайық. Ойбай, киркамен қазып жатыр ма не? Сындырып жатыр ма?
Так, оп. Ой, блин. Аха. Болды, достар. Енді шетін бәрін қоршадық. Мына жерде осылай. Енді қазір біз енді мына верстагымызды сындырып тастайық. Так, мына верстагымызды сындырып тастайық. И ол верстагымызды мына үйге кіргізіп қоямыз, достар. Үйге кіргізіп болғаннан кейін біз верстактан есік жасаймыз, достар. Есік. Так, есік мына жерде үшеу, я. Екеу жасаймыз. Так, екеу осы қоямыз, достар. Болды, достар. Міне, достар, үйді аяқтадым. Міне, достар, үйді осындай кішігірім үйді аяқтадым. Енді бұл үй, достар, бұл енді выживать еткен адамға болады, достар. Уже, достар, көрдіңіздер ма? 3 скелет жүр, достар. Уже маған қана қазір мен таң болған күтемін. Ал сіздермен әзірге қоштасамын. Осындай бізде выживание бірінші бөлімі осындай болды. Және қараңыздар, арт жақта 2 паук, мына жерде скелеттер, тезірге аяқтау керек маған, достар. Осындай үйді салып болдым. Енді сіздерге осы келесі видеода комментарийға түскілеріңіз келсе, онда комментарий жазып, осы видеоны қолдап отырыңыздар, достар. Ал сіздермен болған мен Данчо. Осындай выживание бірінші бөлімі осылай бітті. Ал қолдағандарыңыз үшін рахмет. Ал сіздермен болған мен Данчо. Амандықта жүздескенше. Давайте.